Так, сонымен жаңа айтып өткендей, бізде ерітінді деген сабақтың жалпы ұбт келетін 4 типі бар. Сол 4 типті мен сіздерге жеке-жеке көрсетіп беретін боламын. Иә, бірінші алғашқы типі. Қараңыздар, 222 мл суда 78 грамм қантты еріткенде алынған ерітіндіге қанттың массалық үлесі дейді. Енді осы жерде тағы бір өте үлкен маңызды нәрсе бар. Сол нәрсені жазып, бірінші соны түсініп алсақ деп жатырмын. Қараңыздар, жалпы енді ерітінді деген кезде бағанан бері айтып жатырмыз. Ерітінді деген бізде неден тұрады дедік, ол біз еріткіштен тұрады. Еріткіш, міне. Және де неден тұрады дедік біз? Бір еритін бір зат болады дедік, иә? Еритін любой бір зат болуы мүмкін, да? Осы жерде бір нәрсені біліңіздер, что ерітінді всегда бізде неше пайыз ол? Ол всегда 100%. 100%. Егер мен еритін затымды, мысалы 10% десем, сендер автоматты түрде басыңызда есептеу керексіңдер, 100-ден 10-ды азайтып, еріткіштің қанша пайыз екен? 90% екен сразу білу керексіңдер ғой. Түсінікті ма? Яғни осылай. Мысалы, ерітінділерің, мысалы 300 грамм болатын болса, ерітінділерің, значит, 300 грамм ол тең болады қанша? 100%-ға деген сөз ғой. Еритін зат тап дейтін болса, не істейміз? 10%-ды мына жерге x дей саламыз болды. Мына x табасыңдар, пропорциямен 10-ды 300-ге көбейтіп, 100-ге бөлесіңдер, иә? 100-ге бөлесіңдер. Сол кезде ол 30 грамм болады. Сына еритін затымыз қанша грамм екен? 30 грамм екен. Ал еріткішіміз қанша грамм болады? 300-ден нені азайтамыз? 30-ды азайтамыз, ол бізде 270 грамм болады екен, мінекей. 270 грамм не бар, сонда еріткішіміз бар деген сөз. Енді осы жерде тағы бір нәрсе айтып өтейік, тағы да мен қазір басқа бір мысал ретінде көрсетейін. Қараңыздар, егер де бізде мақұл ерітіндінің массасы берілген жоқ та, бірақ осы жердегі бізде мысалы 20% деп қойып, допустим, мысалы еритін затымыз 20% болсын. Өшіре салайын баздан. Мысалы еритін затымыз 20% болсын. Я, мынау автоматты түрде сендер ойлау керексің, ол 80% екендігін, иә? Мысалы, мынау бізде 100 грамм болса, 200 грамм болды да. Бізге сұраса, ерітіндінің массасын тап десе, ол кезде сен не істейсің? 200 грамм ол сенде тең болады 20%-ға. 100% ол қанша дейсің ғой, міне, x дейсің. X табасың осы жерде, 100-ді көбейсің 200-ге, 20-ға бөлесің, ол бізде 1000 болады да, міне. 1000 грамм. Сонда еритін затымыз қанша грамм екен? 1000 грамм. Ал еріткішіміз қанша грамм болады? Ол 800 грамм болады. Мінекей. Түсінікті, осы үштік жүйені жақсылап түсініп алыңыздаршы. Мысалы, еріткіштің массасы берілсе, допустим, басқа бір берілсін, мысалы. Еріткіштің, мысалы, 70% десе. Я 70% десе, ал еритін затың, допустим, мысалы, 10 грамм десе. Я 10 грамм деді, да. Саған айтады, давайте, еріткіштің массалық үлесін тап, ерітіндінің массасын тап десе. Ол кезде істейміз, мынау бізде 10 грамм болып тұр. Мынау бізде 70% екені белгілі, 70% екені, 70% болса, мынау бізде не болды? 30% болады. Бізде уже екеуі табылды. Значит, 10 грамм ол бізде 30% дейсің де, не істейсің? 100% ол қанша дей саласың ғой, міне. 100% ол қанша дейміз. Түсінікті, ол примерно 300 ба, біраз жыл керек. 333 деген сияқты. Түсінікті, осы үштік жүйені жақсылап түсініп алыңыздар, жарай ма? Кеттік, ал есеп шығара екен дәл шары қарай. Есептің шарты бойынша бізде не дейді? Есептің шарты бойынша 222 мл суда 78 грамм қантты еріткенде алынған ерітіндегі қанттың массалық үлесі. Бұл жерде всегда оқушылар 3 ыдыс әдісі бойынша, мен өзім өйстіп атаған бұл әдісті, 3 ыдыс деген әдіс бар. Мен шығарғам деп айтайын ба? Осы 3 ыдыс әдісі арқылы, мынау бірінші ыдыс, мынау екінші ыдыс, мынау үшінші ыдыс. Енді осы 3 ыдыс әдісін Құдай қаласа біз алюм деген сабаққа барғанша шығарып үйренетін боламыз, жарай ма? 3 ыдыс әдісі арқылы қараңыздар, мына жерде су бар екен, H2O, қанша массасы? 222 мл. Енді қараңдар, судың массасы всегда миллилитрмен берілсе, біз оны грамм деп ала берсек болады. Неге? Потому что мынандай формула бар. Бізде В көбейтілген В ро деген. Я сол 222-ке 1-ді көбейтесің ғой. Судың тығыздығы 1-ге тең ғой, сондықтан ол 222 миллилитр деп берсе, 222 грамм деп ала беріңіздер. Мынау бізде 78 грамм. Бұл не? Қант бізде. Екеуін араластырдық, мына не пайда болды? Қант пайда болды және су пайда болды да. Общий массасы бойынша қосып жібересің, 222 78-ді қосасың, ол 300 грамм болады. Енді осы жерде қанттың массасы қанша? 78 грамм, судың массасы 222 грамм екен білесің. Енді есесін тағы да 300 грамм ол бізде 100% ерітінді болғандықтан, ал еріген затымыздың массалық үлесін сұрап отыр, ол 78 ол қанша дейсіңдер ғой мына жерден. 78 ол бізде болады. Давай есептей салайын мен. Так, 78 бөлеміз 300. Так, 26% болады екен, мінекей. 26%. Жауап бізде Д болады. Түсінікті, кеттік келесі. Келесі 240 грамм миллилитр суда натрийдің 60 граммы деп алайықшы, 60 граммы ерітілді. Еріген заттың ішіндегі натрий кислоттың массалық үлесі. Тура сол сияқты мына жерде бізде су бар. 240 миллилитрді 240 грамм деп ала береміз. Мына жерде натрий сульфаты, натрий 2 С4,
ол бізде 60 грамм, екеуін қостық қанша 300 грамм ерітінді пайда болды. Мынаның ішінде не пайда болды? Натрий 2 4 және де су бар міне. Мынаның массасы бізде 60 грамм, мынаның массасы қанша грамм бізде? 240 грамм. Сонда не істейміз? 300 грамм деген ол бізде 100% дейсіңдер, 100%. Ал 60 грамм ол бізде қанша? X тең 20%. Жауабы бізде не? В деген жауап болады екен. Түсінікті? Келесі. 612 мл суда дейді. 612 мл су ол біз 612 грамм деп ала береміз. Су болса су деп жазамыз. Қараңыздар, мына күкірт сутек екен. Бірақ мынаны қараңдар. Мынау бізде 44,8 литрмен берілген екен. Еще қалыпты жағдайда деп тұр. Дәл осындай есептерді біз шығарған болатынбыз. Осыны біз массаға айналдыру керекпіз. Массаға айналдыру үшін зат мөлшерін табасыңдар, иә? В бөлінген ВМ-ға саламыз. Яғни 44,8-ді бөлесінде 22-4-ке. Ол бізде 2 моль шығады міне, 2 моль. Енді массасын табасыңдар осы жерден. Мына жерден массасын табамыз. Масса тең n көбейтілген молекулалық масса. N көбейтілген молекулалық масса. N бізде 2-ге тең. Молекулалық масса H2-дікі бізде 34-ке тең. 68 болды осында. Сонда мына жерде 68 грамм не бар? H2 бар. Екеуін қосасыңдар 680 грамм. Мынаның құрамында H2 бар және де не бар? Су бар. Мынаныкі бізде 68, мынаныкі бізде 612. Сонда 680 ол бізде 100% дейміз. Ал 68-ді біз қанша дейміз? Мына x табамыз осы жерден. X-іміз бізде қанша болады? 10% шығады екен. Мінекей 10% шықты. Шықты ма? Шықты. Жауабы бізде қанша болады? А деген жауапты белгілейміз. Түсінікті, иә? Бұл бізде бірінші тип. Так, келесі 400 грамм суда 5,6 мл хлор сутек ерітілді. Тура бағанағыдай шығарамыз. Зат мөлшерін табасыңдар, сосын молекулалық массасын табамыз, иә? Қазір стоп баста осыны шығарып көр бірінші. Жарай ма? Сосын менімен тексересіңдер. Так, стоп басып шығара берсең. Так, H2O мынау бізде 400 грамм. Мынау бізде хлор сутек, яғни H хлор. Бұл бізде 5,6 литр деп тұр. Бұның зат мөлшерін табамыз. Бұның да 5,6-ны бөлесінде 22-4-ке. Ол бізде 0,25 шығады. Массасын табу үшін n көбейтілген молекулалық масса 0,25 көбейтілген 36-та 5. 36-та 5. Так, 36-та 5 көбейтілген 0,25. Ол 9-да, қараңыздар, 9-да 125 грамм шығады. Екеуін қосамыз, ол бізде 409.125 грамм болды. Ішінде H хлор бар, және де не бар? Су бар. Мінекей. Мынау бізде болады 9-да 125 грамм. Мынау бізде тең болады 400 грамм. Міне. Енді біз общий 409-да 125-ті біз 100% деп аламыз да. Бізге тұз қышқылының массалық үлесін сұрап жатыр. Сондықтан мынаны 1-де 25 дейміз, оны x дейміз. Оны бөлеміз енді. 409-да 125-ке, ол бізде көбейтеміз 100-ге. Я, x тең 2-де 23% болды. 2-де 23% ол бізде С деген жауапқа сәйкес келеді екен. Бұл бізде не болды? Бұл бізде бірінші тип. Яғни бірінші типтің қазір барлығы бірдей шығады. Просто бұл жерде бір-екі формуланы қолданып жіберу керек болады. Қараңдар, азот қышқылының 1 литр ерітіндісінде дейді, 1 литр ерітіндісі деген 1 литр. Миллилитрге айналдырған кезде 1000 миллилитр ғой, 1000 миллилитр. Бұл су емес пока что. Сонда бізге тығыздығын беріп қойған осының. Енді тығыздықпен, қараңыздар, тығыздықпен көлем берілетін болса, сразу массасын тауып алыңдар. Мына формулаға. Яғни 1000-ды көбейтесіңдер 1-де 12-ге. Ол 1120 грамм шығады міне. 1120 грамм. Енді айтып жатыр, 1120 граммның ішінде 224 грамм қышқыл бар деп жатыр. Мынау бізде ерітінді ғой бұл же. Осының ішінде қышқыл бар дейді. Не қышқыл мынау бізде? Любой қышқыл, иә. H хлор дейікші. H хлордың массасы 224 грамм деп жатыр мына жерде. Ал судың массасы қанша болады осында? Сонда мына жерде 224 грамм қосылған, ал қалғаны азайта саламыз ғой сонда судың массасын табу үшін. 1120-дан азайтасын 224-ті. Ол 896 болады деген ол. 896. 896 грамм су қосқан ғой. Су мына жерде, мынау бізде қышқыл. Общесында 1120 грамм ол бізде ерітінді болғандықтан 100% дейсіңдер да. Ал ішіндегі қышқылымыз 224, оны біз x дейміз. Бөлеміз 1120. Ол бізде 20% шығады деген мінекей. 20%. Сонда жауап бізде D деген жауапқа сәйкес келеді. Иә? D деген жауапқа сәйкес келеді екен. Келесі айтатын, магний сульфаты дәріханада ағылшын тұзы деп аталады. Оның 25 граммы бір ретте 1 литр суға езіп іш тазалайды дейді. Осы ерітіндінің пайыздық концентрациясы қандай деп отыр? Пайыздық концентрациясы дегеніміз, бұны проценті деп сұрап отыр ғой. 1 литр дегені біз 1000 деп ала береміз. Бағана айттық, бұл су болғандықтан грамм деп ала берсек те болады. Сонда 1000 граммға не қосып тұр? 25 грамм магний хлоридін қосып тұр ғой, магний сульфатын қосып тұр. Мына жерде суымыз бар. Екеуін қостық. Бізде не пайда болады? Магний SO4 және де су пайда болады мына жерде.
мына жерде общий 1025 грамм ерітінді пайда болды. Осының пайыздық концентрациясы дейді, яғни 1025 ол бізде 100% дейміз. Ал 25 ол бізде қанша дейміз? X тең бізде 2-де 4% шығады, қателеспесем. Таба салайық, 25 бөлеміз 1025-ке. 2-де 4% шығады екен. Жауап бізде не? В деген жауапқа сәйкес келеді. Мінекей осы, енді келесі видеоға келесі видеода біз екінші типтің есептерін шығарып үйренетін боламыз.